Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ булочки ұсынатын боламын. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып, каналымның дамуына үлес қосып кетіңіздер. Алдымен жылы сүтімізге бір шайны ложка тұз және шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Және де үстінен ерітілген сары майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Ендігі кезекте жұмыртқаларымызды жарып, оны да жақсылап бір кеткі болғанша араластырып шығамыз. Қажетті мөлшерін описание бөліміне қалдырып кетемін. Сол жақтан қарасаңыздар болады. Және де 2 шай қасықтай дрожжи қосамыз. Дрожжимызды салып, ашытқымызды жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін аз мөлшерде осылай електен өткізіп ұн қосамыз. Ұнымызды қосып, және де қопсымызды бірге қосып араластырамыз. Венчиктің көмегімен осылай біркелкі араластырып отырасыздар. Ұнды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қоюланғаннан кейін аз-аздан ұнымызды сала отырып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды барынша үйін қандырып, ытқымай бір кетіп үйлесеңіздер, булочкаларыңыз жақсы көтеріліп шығатын болады. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Қамырымызды осылай илеп болғаннан кейін, бір ас қасықтай сұйық майымызды құйып, осылай жақсылап қамырымызды қайта илейміз. Қамырымыз содан да күшті болып, үйі қанып, міне. Осы ашытып қойған қамырымызды енді 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Мінекей 1,5-2 сағаттан кейін осылай көтеріліп шықты. Өте жұмсақ, күшті болып. Енді қолымыздың көмегімен өздеріңізге қажетті көлемде бөліп аламыз. Қолымызды шамалы майлап аламыз сұйық маймен. Жабыспас үшін. Таразбен өлшеп істесеңіздер де болады, 50-60 граммнан. Мен көз мөлшермен осылай екеуін үлкен қылдым мен. 2 түрлі, 3 түрлі булочка жасаймын формада. Енді осы бөліп алған қамырларымызды оқтаудың көмегімен жайып, сопақша етіп,
жоғары жағына варенка салып, астын тіліп, пышақтың көмегімен осылай форма жасай берсеңіздер болады. Мінекей сопақша етіп жайып аласыздар. Астыңғы жағын пышақпен тіліп аласыздар. Жоғары жағына варенка салсаңыздар да болады. Салмасаңыздар да ол өз еріктеріңізде. Немесе басқа да варенье, алма салсаңыздар да болады. Өз қалауларыңызша сала бересіздер. Менде варенкам шамалы сұйықтау қапты кішкене. Мінекей тағы біреуін көрсете кетсек, астыңғы жағын тіліп, сопақша етіп жайып. Жоғарысына варенка салып, осылай орап шығамыз. Егер варенканы ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады, без ничего. Келесі форма осылай дөңгелектеп жайып, ораймыз да, екі бүктеп ортасынан тілсеңіздер, ортасынан тіліп ашсаңыздар, жүрекше тәрізді болып шығады. Орап, екі бүктейміз дағы, ортасынан тілеміз. Сөйтіп ашсаңыздар, мінекей жүрекше болып шықты. Осылайынан өздеріңіздің қалауларыңызша әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Енді мына үлкен екі золадан рогалик қылып жасайтын боламыз. Үлкен золамызды аса чұқартпай, ішіне қалың қылмай осылай жайып аламыз дағы. Осылай 6 бөлікке бөліп, бұның да ортасына варенка салып, орап шықсаңыздар болады. Менің варенкам сұйық болып қапты. Мінекей біздің булочкаларымыз дайын болды. Енді бетіне бір жұмыртқаның сарысын езіп, осылайынан бетіне жағып шығамыз. Және бетіне қаласаңыздар мак сепсеңіздер де болады. Мен рогаликпенен ай тәрізді булочкаға мак септім. Ал жүрекше тәріздіге пісіп болғаннан кейін сахарный пудра себетін боламын. Алдын ала қысып тұрған 180 градуста 15-20 минуттай пісіріп алсаңыздар жеткілікті.
бетін жауып 15 минутқа қойып қойсаңыздар да үлкен болып көтеріледі. Мінекей біздің булочкамыз пісіп шықты 15-20 минутта. Жүрекше тәрізді булочкаларға мен ұнтақталған қант сеуіп шықтым. Мінекей булочкаларымыз өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Келесі видеода кездескенше назарларыңызға рахмет. Ас болсын.